Мақсұт қанша күннен бері комада ауруханада жатыр. Балам оянып қалар деп Сағадат күні-түні ауруханада болып баласының қасынан кетпейді. Мелек айтады: апа, үйге қайтайықта, дәрігерлер бәрібір әзірге Мақсұтты оянбайды деді ғой. Мен кетпеймін, үмітімді үзбеймін, бұл сенің ағаң ғой, неге жаның ашымайды дейді. Аға деген тек аты ғана, мен Мақсұттан қорқамын дейді Мелек. Олай айтпа, ол сенің қаның, бір күні ағаң есің жиып, мен барлық балаларымды қасыма жинап аламын дейді. 5-6 балаңыз бар сияқты әңгіме айттыңыз ғой дейді Мелек анасына. Сізде 2 ғана бала бар, мен және Мақсұт деп анасына қараған кезде анасы үндей алмайды. Кеше біреулер асхананы өртеп кеткеннен кейін барлығын жаңадан сатып алып ішін жинастырып қояды. Жана әдейі асханаға келеді. Біздің үйде адам көп, сіздердің үйлеріңізге барып кішкене жата тұрсам болады ма дейді. Барлығы таңғалады, бірақ ешнәрсе айта алмайды. Селим Жананы үйіне ертіп кетеді. Гүлсім Айселге мына Жананың Селимде ойы бар сияқты деп өзінің ойын айтады. Ал Айсел болса Құдай сақтасын, бұл мүмкін емес дейді. Қахраман Дефнеге келеді. Дефне қахраман келген соң өтірік жылап, үйге біреу қайта-қайта қоңырау шалып жатыр, алсам ешкім үндемейді. Кеше Эжені алып есіктің алдына ойнатуға шығарған кезде біреу бізге қарап тұрды. Күзетші жігіттерге айтып едім, ол қашып кетіпті деп өтірік айтады. Эжені ойлап қатты қорқып жүрмін, Эжені ұрлап кетсе қайтеміз деп жылайды. Қахраман ойлана келе оны да үйіне алып кетуге шешім қабылдайды. Элиф құрбысына хабарласып, егер Қахраман Дефне мен Эжені үйге әкелсе қайтемін, мен Дефненің қасында қала алмаймын дейді. Мүжган айтады: Элиф уайымдама, Қахраман олай жасамайды, Дефненің өз үйі бар, Қахраман ол үйге күзетшілер қояды, сонымен әңгіме бітті дейді. Селим Жананы үйіне әкеліп, оған көрпемен жастық береді де, сен демала бер деп бөлмеден шығып кетеді. Кетерінде телефонын қалдырып кеткен еді. Сол уақытта Мелек Селимге хат жолдайды: менің телефонымның қуаты аз, мен сені келіскен жерде күтіп тұрмын, тезірек кел дейді. Жана Селимнің телефонын алып хабарламаны оқып қояды. 5 минуттан кейін шығамын, сонда боламын, мені күт деп Селимнің атынан оған хабарлама жібереді, яғни Мелекке. Кейін хабарламаны өшіріп тастайды да өзі өтіріктен ұйықтап қалады. Қимет та күйеуіне келіп өтірік жылайды. Соңғы болып жатқан үйдегі жайттардың барлығына Сағадат кінәлі екен. 40 жылдан кейін ол қайта оралды. Үйге қатты жіберіп жүрген сол екен, үйімізді де өртеткен сол Сағадат екен деп өтіріктен айтып Зия мырзаны сендіреді. Якуб ауруханаға келеді. Дәрігерлермен сөйлестім. Ертең Мақсұтқа операция жасалады. Сіз уайымдамаңыз, Мақсұт аяғына тұрып кетеді деп Сағадатқа үміт беріп кетеді. Қахраман Дефне мен қызы Эжені үйге қайтып әкеледі. Элиф оларды көріп таңғалып қалады, бірақ еш нәрсе демейді. Дефнеге де керегі осы еді. Ол осының барлығын әдейі істеп жүреді, яғни Қахраман барып бізді үйге қайтып әкелсін деп. Элиф бөлмесіне кетіп қалады. Қахраман соңынан келіп, осылай істеуге мәжбүр болдым. Эже мен Дефненің өміріне қауіп төніп тұр дейді. Элиф, біз Топырақ екеуміз кете берсе қайтеді, сен күзеттегі балдарды көбірек жалдайырсың дейді. Ал Қахраман болса, мен сендердің қастарыңда бола алмаймын, уайымдаймын, сондықтан да барлығымыз бір жерде болайық дейді. Және анасына енді үйден шығушы болма дейді. Қахраман ешкім үйден шықпасын дегеннен кейін Селим Мелекпен кездесуге бара алмайтынын хабарлама ретінде жазып жібереді. Бірақ Селим алдын Мелектің хабарламасы жазған білмейтін еді, өйткені оны Жана өшіріп тастаған еді. Мелек бағанадан бері Селимді күтіп тұрған еді. Ол келе алмаймын деп хабарлама жіберген кезде Мелек түсінбей қалады. Біресе келемін, біресе келе алмаймын дегенін естіп, енді Селимге қоңырау шалайын деп жатқан кезде Мелектің телефонының қуаты бітіп қалады. Дефнеге біреулер хабарласып, одан ақша талап етеді. Олар кешегі үйге өрт қойған адамдар еді. Дефне қазір үйден шыға алмайтынын, үйден шыққан кезде ақшаны беретінін айтады. Сол кезде Топырақ Эжені көремін деп бөлмеге қарай келе жатады. Топырақ ішке кіріп кетеді. Элиф те соңынан келген кезде Дефненің біреумен телефонмен сөйлесіп жатқанын ол да естиді, бірақ сыр білдірмейді. Қахраман мен Якуб бізді қорқытып жүрген Мақсұттың адамдары шығар деп ойлап полицияға айтқан еді. Полиция оларды ұстап әкетіп тергеуге алған еді. Бізді қорқытып жүрген Мақсұттың адамдары шығар деп едік, олар болмай шықты. Кім болуы мүмкін деп Қахраман мен Якуб бір-бірімен сөйлесіп келе жатады. Шукран асханаға кірген кезде Айсел мен Гүлсім Жана туралы әңгіме айтып жатып, Шукран оны естіп қалады. Сендер Жана туралы не айтып жатыр едіңдер деп сұрап қоймағандықтан Айсел, Жана біздің үйде демалып жатыр деп айтады.
Шукран Айселдің үйіне келіп есікті ұра бастайды. Жанна, тезірек шық, мына қызметкерлердің үйінде сенің не жұмысың бар деп ұрсады. Айқай-шуға Селим де келеді. Жанна есікті ашады. Шукран аяғындағы тәпішкені көріп, не киіп алғансың? Мына жалшылардың үйінде сенің не шаруаң бар? Өз үйің жоқ па деп айқайлайды. Жалшы, кедей деген сөз Селимнің намысына тиіп кетеді. Селим, сіз не айтып тұрсыз дейді Шукранға. Не естісең соны айтып тұрмын. Сен кедей жалшысың, осы үйдің қызметшісің. Менің қызымдан аулақ жүр деп ұрсып кетіп қалады. Ол аздай сені және анаңды жұмыстан қудыртамын, тыныш жүріңдер дейді. Селим анасына бәрін таста, бұл үйден кетейік. Жаңа естімедің ба, бізді жалшы қызметші деді. Сенің намысың жоқ па деп айқайлайды анасына. Айсел айтады, я, мен жалшы қызметкермін, ол үшін еш намыстанбаймын, өйткені өзімнің нан пұлымды адал жолмен тауып жүрмін дейді. Шукран айтты екен деп сонша жыл істеп жүрген жұмысымды тастап ешқайда кетпеймін. Зия мырза да, Қахраман мырза да, Қимет ханымдар да біздерге жақсы қарайды, ал сен Шукранды танымайсың ба, ол айта береді дейді. Қатты намыстанып кеткен Селим, болды, жұмыс істемейсің, енді мен жұмыс істеймін, бұл үйден кетейік деп айтып қоймайды.